Қымбатты балалар, бүгін мен өзімнің жүрек жарды тілегімді еліміздің барлық балаларына арнағым келеді. Әр баланың өзінің қауіпсіз сезіну, мейірім мен махаббатқа бөленіп, дені сау, бақытты әрі өзіне сенімді азамат болып өсуі біз үшін аса маңызды міндет. Сіздер еліміздің де, ата-аналарыңның да ең қымбат байлығысыздар. Сондықтан сіздердің болашақтарыңыздың жарқын болуы үшін біз бар күш-жігерімізді саламыз. Бүгінде мемлекет әрбір қазақстандық балаға жайлы әрі қауіпсіз ортада сапалы білім мен тәрбие беру үшін ауқымды жұмыстар атқаруда. Жаңа мектептер, балабақшалар мен шығармашылық орталықтар күн санап көбейіп келеді. Мұның бәрі сіздердің жан-жақты дамып, қабілет қарымдарыңды шыңдап, армандарыңа бір қадам жақындай түсулеріңе жол ашады. Елімізде баланың құқығын қорғау әрқашан басты назарда. Осы мақсатта аса маңызды заңдар қабылданып, балаларды қорғаудың тиімді жүйесі құрылды. Сіздердің білім алуларыңыз, саулықтарыңыз, жайлы демалуларыңыз, сондай-ақ қамқорлықта болуларыңыз біздің басты міндетіміз. Бірақ ең маңыздысы сіздердің дауыстарыңды естіп, ойларыңа құлақ тұру. Біз сіздердің арман мақсаттарыңды естіп қана қоймай, оларды жүзеге асыру үшін әрдайым жандарыңнан табылып қолдау білдіреміз. Армандаудан, батыл қадам жасаудан тартынбаңыздар. Өйткені ертеңгі ұстаздар, дәрігерлер, инженерлер, сәулетшілер, жазушылар, тіпті барлық көшбасшылар да дәл осындай арманшыл балалардан өсіп шығады. Сіздер тәуелсіз Қазақстанның болашағысыздар. Біз сіздермен әрдайым мақтанамыз. Балаларды қорғау күні құтты болсын.